Сол Борабай деген жерде Абылай ханның тастан жасалған тағы орналасқан. Баспананың жобасын жасаған білдіңіздер ме? Білмесеңіздер айтып кетейін. Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек. Бүгінгі бейнеде мен бейненің тақырыбы айтып тұрғандай Абылай хан туралы қызықты деректерді айтатын боламын, сіздермен қызықты деректермен бөлісетін боламын. Сол себепті арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басып, қолдауларыңызды білдіріп, соңына дейін қарауды ұмытпай кетпеңіздер. Ал ендеше көп соза бермей бастаймын. Абылай хан барлықтарыңыз білетіндей кереметтей стратег, қазақ хандығының мықты, сондай тарихта алтын әріппен аты қалған хандардың бірі десек те қателеспейміз. Енді мен айтып келіп отқан бірінші қызықты дерек бұл Абылай ханның нақты төре руынан екеніне кейбір қарама қайшылықтар бар. Ол қалай дейсіздер? Мысалға, Абылай ханды кейбір адамдар төре руынан болмауды мүмкін деп те айтып жатады. Адамдар дегенде адамдар емес, тарихшылар. Бұл енді нақтыланған ақпарат емес, бірақ сонда да былайша айтқанда адамды ойландыратын, ойға түсіретін, қазіргі таңда жауабы ашылмай жүрген сұрақтардың бірі десек те болады. Бұл бірінші қызықты дерекке жатады. Екінші қызықты дерекке мен Абылай ханның өз тұсында жорыққа арналған, тек жорыққа ғана емес, былай да тұруға ыңғайлы қылып баспананың жобасын жасаған білдіңіздер ме? Білмесеңіздер айтып кетейін. Бұл баспана қазір фотода шықты. Көрсеңіздер, міне дәл осындай баспананы бұрынғы кезде кейбір қазақтар осы баспанада тұрған болатын. Бұл негізі ыңғайлы баспана деп те айтады. Көбіне тіпті қазіргі таңның өзінде кейбір қандастарымыз әлі күнге дейін осы баспананы қолданады. Бұл баспананың атын Абылайша деп атап кеткен, яғни біліп тұрғандарыңыздай Абылай ханның атына Абылайша деп аталып кеткен. Бұл баспана көбіне бергі уақытқа келе жорыққа арналған болып қалыптасып кетті. Себебі өздеріңіз білесіздер, палаткаға ұқсас, орысша айтқанда, сол жорыққа шыққанда жауынгерлерге дәл осы баспана қолжетімді болып табылады. Бұл екінші дерекке, қызықты дерекке жатады. Үшінші қызықты дерек, сіздер Борабай деген жерді білсеңіздер, сол Борабай деген жерде Абылай ханның тастан жасалған тағы орналасқан. Өтірік айтты деп отпаңыздар, шынымен де бұл бар. Гуглға, басқа да әлеуметтік желілерге Абылай ханның Борабайдағы тағы деп, немесе Борабайдағы Абылай ханның тағы деп жазсаңыздар, фото суреттерін көре аласыздар. Бұл неге тастан жасалғаны белгісіз әлі тарихшыларға, бірақ көпшілік тарихшылардың айтуы бойынша дәл осы жерде 300-дің ханы қылып Абылай ханды сайлаған болатын деп те айтып жатады. Бұл үшінші қызықты дерекке жатады. Төртінші қызықты дерек, Абылай хан өз жауының тілін меңгерген деп жатады. Бұл да нақты ақпарат деп айта алмаймын, бірақ сондай тарихшылар арасында дерек қалыптасып жатады. Себебі Абылай ханның өзі жоңғарларға тұтқынға түскен болатын, тұтқыннан шығып, менің ойымша сол уақыт аралығында бір жылдай ма сондайда жауының тілін меңгеріп алу мүмкін. Себебі бұл жаумен соғысқанда өзіне ыңғайлы болады. Бұл төртінші дерек. Осымен сіздерге Абылай хан туралы 4 қызықты дерек айттым.
сіздерде шынымен де қызықты болып өздеріңіздің білімдеріңізді арттырсаңыздар, өзіңіз білмеген ақпаратты алсаңыздар, қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Сұлтанбек, қазақша YouTube арнасы. Келесі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.